Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгін біз Павлодар облысына келген 3-ші күн болды. Қазір Павлодар қаласында тұрмыз. Павлодар қаласында азырақ қар жауып тұр. Температура суық емес, 15 Цельсий градус айналасында. Бүгін біз Павлодар ауданы Шерниста деген ауылға бармақшымыз. Енді осы ауылға барғаннан кейін сол жердегі оралмандардың тұрмысы, тіршілігі жөнінде көрген білгендерімізді видеоға аламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Міне мынау Шерниста ауылы екен. Павлодар ауданына қарайтын Шерниста деген ауыл. Шерниста ауылы негізінен мына Ертіс өзенінің бойына орналасқан екен. Ертіс өзеніне өте жақын. Бұл ауылда тұратын бір қанша оралмандар бар екен. Нылқыдан келген. Арзан үй десең, Нылқыдан келген оралман Көшербай деген кісінің үйге міне. Қоржын егенде екі, бір жерде ағайынды екі адам бір жерден алдыңыздар. бір жерден алғаны. Ағайынды екеуі, біреусін онысы сатып тұр. Иә, ағайынды екі адамның. Қанша соттық жер мынау? Елдің жеріне қарсам. Қанша соттық жер мынау? Қанша соттық жер? Мынау. Өзің көр қанша соттық жерін. Мына жақтан былай. Қорасы көп екен мына кісілердің. Мынау Ертіс өзеніне жақын болғаннан кейін отын көп екен ғой. Көмір жағудың қажеті жоқ екен бұл жерде. Көмір алмаса да болады екен міне. Ертіс өзені бойынан отын деген көп екен, отын деген үй бапты міне. Жарайды, мына Көшербай деген кісі оралман кісіге міне келгелді аз уақыт болыпты. Қоралары бар екен міне. Үлкен жерде еле бапты ғой. Мынау 30 сот бар ғой, 30 соттық жер. Сондай 30 сот. 30 сот шығады екен мынау. Мына қоралары. Қоралары міне. Анау шөп жинайтын жері. Анау шөп жинайтын жерлер. Соны мен бұл жерге бір қоға салайын ба деп. 6-й кеп тұрмыз, 6-й айда. 6-й айда келмедіңіздер осы жерге? 6-й айдың 10 қаншасында. Онда ұзын уақыт болмапты ғой. Анау чөпті қайдан әкелдіңіздер? Чөп недеген? Чөп ана көршінің чөп. Көршінікі? 6-й айда кеп жиған мына жерге сиыр ұстайды, қой ұстайды. Сіздердің мал қай жерде? Мал қора бар ма? Мал қора мынау ғой. Қолда бағып жатқан мал бар ма? Қой, ешкі бар екен ғой. Мен әу кезде мал алайын ба десем, сол мал алмадым ба. Ашты ба бүгін? Мына жерде. Құдық. Сәйтеретін жер екен де, сәйтеретін. 15 метр жер асты қазсаң, ана ертіске өту болады. 15 метрден шыға ма екен? Құдық. 15 метр. Өте терең емес екен, онда болады екен ғой. Турба суда бар, Турба суда бар екен, құдық суда шығады екен бұл жерден. Ноз сәйтеруге болады екен, құдық суын шығарып алып. 4-5 бөлмелі екен да? 5 бөлмелі, мына қонақ үй. Жақсы үйлер екен. 5 бөлмелі үй. 30 соттық жері.
Сонда 50 мың юан. Қытай ақшасымен сындырғанда 50 мың юанға сатып алыпты. 30. Соттық жері 5 бөлмелі үймен. Ішінде бар екен. Турбаны су бар екен. Алдында құдық бар екен. Қытай ақшасымен 50 мың юан болды деңіз. Болады екен, қымбат емес, жақсы екен. Нәрселердің бәрін тастап кетті деңіз. Пиңшаннан басқасының бәрі деңіз. Онда болады екен, қымбат емес. Жақсы екен мына үйлер. 50 мың юан болса болады екен. Екінші мал дорлайды екенсің. Шерниста ауылы міне Павлодар қаласына 50 км келеді. Жақын жерге орналасқан екен. Шерниста деген бұл ауылда негізінен диқаншылықты негізген еткен жер екен. Диқаншылық. Егіншілік болады екен. Егіншілік жер өте көп. Ал енді бұл жерге орналассаңыздар, жұмыс табуға жұмыс өте көп екен. Көктемнен бастап күзге дейін осы жерде үлкен диқаншылықпен шұғылданып жатқан осындай үлкен бай семьялардың диқаншылық жеріне барып істеуге болады екен. Егер де үйіңізде артық еңбек күші болса, осы жердегі диқаншылық жерге барып жұмыс тауып істесеңіз болады екен. Енді мына Павлодар қаласында, Павлодар облысында енді негізінен аудан болсын, қала болсын, бұл жерде мал базар жоқ екен. Малыңызды сатпақшы болсаңыз, малыңызды апарып, сойғаннан кейін апарып, қалаға апарып, етін өткізеді екенсіз. Сол малдың етін өткізіп алатын жері бар екен. Өнінген бұл жерде және қаз, үйрек, тауық бағуға өте қолайлы екен. Жақын маңайда көлдер бар екен. Өнінген Ертіс өзенінің бойы. Ертіс өзеніне барып, қаз, үйрек, тауық бірдеңелерді бағуға да болады екен. Өнінген Ертіс өзенінде қысы жазы 4 маусымда да балық аулауға болады екен. Балық аулап, балық сатуға да болады екен. Бұл жерде көп салалы кәсіппен шұғылдануға болады екен. Өте жақсы жер екен. Шерниста ауылы. Шерниста ауылы. Ертіс өзенінің бойына жайласқан екен міне. Ертіс өзені мынау. Ертіс өзені өте үлкен өзен екен. Жаздың күндері пароход қатынайды екен. Пароход Ресейге баратын пароход қатынайды екен міне Ертіс өзені. Анау жерде елдер балық аулап жүр. Қыста да балық аулауға болады екен. Балық аулап сатуға да болады екен Ертіс өзені міне. Өте үлкен өзен екен. Енді мына Шерниста ауылында сиырдың еті 1400 теңге екен. Қойдың еті 1500 теңге айналасында екен. Жылқының еті 1900 теңгеге тура келеді екен. Енді бұл осы ауылдағы баға ғой енді. Қалаға апарса енді бұдан жоғарырақ болады екен. Енді көп анша парқымайды. Арзаншылық екен бұл жерде. Енді қойлар, бұл жерде қойдың бағасы 30-40 мың теңге айналасында болады екен. Енді тоқты болса, бір тоқты 20-25 мың теңге айналасында. Шерниста ауылы. Қалаға жақын жер екен де бұл. Қалаға жақын болғаннан кейін үйлер қымбат екен. Үйлер негізінен 1 миллионнан жоғары. Бірақ енді бұл жер өте қолайлы жер екен, жақсы жер екен. Жұмыста табылады екен, істейтін жұмыс. Енді өзіңіз диқаншылық қылсаңыз да жер көп екен.
жер береді екен. Ал енді шаруашылықпен шұғылданамын десеңіз, мына көрші аудан бар екен, Қашыр ауданы деп. Қашыр ауданынан шаруашылық жер береді екен, тегін береді екен. Сол жерге барып шаруашылық жұмысымен шұғылданамын дегенсіз. Ал енді егіншілікті осы ауылда егіншілікпен шұғылдасаңыз болады екен. Шернисті ауылында Қытайдан келген оралмандардан бір қанша семья бар екен. Өнен кейін негізінен бұл жерде сыртқы Монғолиядан келген қазақтар, қазақ оралмандар біршама көп екен. Шернисті ауылында сиыр бағуға өте қолайлы екен. Сиыр бақсаңыздар, сүтін енді заводтан келіп өздері үйіңіздің алдыңызға келіп сүтті өздері сатып алып кетеді екен. Сүттің килосы 100 теңге айналасында болады екен. Осы жақын маңда ірімшік заводы бар екен. Ірімшік заводының адамдары келіп өздері алып кетеді екен. Қай жерден келдіңіз сонда сіз? Нылқа ауданынан келдім. Нылқа ауданынан келдіңіз. Нылқа ауданның Одақ ауылынан келген еді. Қайсы уақытта? 6 айдың 14-і келген. Осы Шернисті ма? Не аты? Шернис ауылына келген. Шернисті ауыл. Осы жерде лүйкасын алдым, квотасын аз алдым. Квотасын барын алып болдыңыз. Онан кейін мал борлауға келеді екен бұл жерде. Мал борлап. Мал борлауға жақсы жер екен де бұл? Мал борлауға жақсы жер екен. Өнінген жерде қандай ерекшеліктер бар екен? О, жер алам десең, сол аз жер береді екен, диқандық жер, шабыс береді екен. Шабыстық жерде бар да, береді екен. Жайылым қыс екен, бұл жерде елдер сырттан келген адамдар алып болған екен. Жайылым жоқ. Одан басқа жайылымды енді қайдан алса болады? Басқа ауданнан алуға келеді екен. Мына жерде көрсетіп. Басқа аудан алса береді ғой. Береді екен ол. Ауданында барға. Қайсы ауыл сонда ана бағана сіз айтқан? О, Кашир деген аудан екен. Кашир аудан, Железинка деген аудандарда береді екен. Онда жарай болады екен. Бұл жер сол негізінен мал бордақыласа жақсы жер екен де бұл. Қалаға жақын болғаннан кейін. Қалаға жақын. Ет сатады екенсің, сойып. Ет сатады, сойып сатады екен де бұл жердегіндей. Тірідей сататын мал базар жоқ. Өкімет сол кәсіп ашамын, мал борлайтын десең оқытады екен бір ай. Оқытады. Ақша береді кейін. Ақша береді екен, сонымен мал борлап. Бұл жерде ана беретін өсімсіз қарыз берген, сонда қарыз беретіні? Өсімі төмен. Өсімі төмен ғой. Онда жақсы болатын жер екен бұл. Бұ да болып тұр екен. Қалаға жақын жер ғой. Қалаға жақын. Бірақ үй қымбатты ұқсайды, үй қымбат, жан жақтан келген адам көп. Қалаға жақын болғаннан кейін қымбат болып тұр ғой. Қымбат болып. Жарайды онда. Рахмет сізге. Сіз сонда түсіріп алған осы бір трактор шөп? 20 мың теңге. 20 мың теңге? Иә. 20 мың теңге болса, бұл қандай сонда сіздер бұрдан жақпен салыстырғанда арзан ба бұл? 400 жиған деген сөз ғой? Анжақпен салыстырғанда 100 юан арзан екен Қытай ақшасы. Арзан болады екен, онда бір трактор? 500 юанға береді ғой. Болады екен онда, жарайды. Шернистідағы жарым күндік сапарымыз аяқтасты. Енді Павлодар қаласына қарай бет алдық. Павлодар облысында негізінен жалпы 12 аудан бар екен. Бұл 12 ауданның ішінде 5 аудан Ресеймен шекаралас екен. 5 аудан Ресеймен шекаралас. 2 ауданы мына Шығыс Қазақстан жақпенен шекаралас. Қалған аудандардың негізінен Көкшетау жақ, яғни Ақмола облысымен шекаралас келеді екен. Енді Павлодар облысы негізінен алғанда қысы дегендей суық емес. Астана жақпен, Көкшетау жақпен салыстырғанда ауа райы негізінен қалыпты, өте суық емес. Алматы оңтүстік жақпенен өте парақталып кетпейді екен.
Енді Павлодар облысынан көші-қонға жайлы орын талдамақшы болсаңдар, енді барлығы негізінен болады екен. Шаруашылыққа, егіншілікке өте жақсы жерлер. Сонымен Павлодар облысында 3 күн уақыт болдық. 3 күн уақытта бірнеше ауылдарға барған болдық. Павлодардағы сапарымыз енді осымен аяқтасты. Енді келесі жолдан бастап біз солтүстік Қазақстан облысына қарай аттанамыз. Ақмола облысы, солтүстік Қазақстан облысы қатарлы жерлерге барғаннан кейін және де жалғасты сол жерлердің ахуалын таныстыратын боламыз. Бүгінгі көрген білгендерімізді YouTube каналына шығарып қойдық. Сіздердің осы YouTube каналына шығып, вағында көріп тұрларыңызды үміт етеміз. YouTube каналындағы дүбірлі дүниеге қосылып алыңыздар, лайк басып отырыңыздар, және де қандай пікірлер бар, сұрақтар бар, соның аяқ жағына пікір жазатын жерге жазып қалдырып кетіңіздер. Біз сіздердің сұрақтарыңызға жалғасты және жауап іздейміз.